сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Секіріп ұйықтамай жеттім. Роза Рымбаева Қаражалға барар жолда шаршағанын айтты. Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева Қаражалда өткен концертте шаһарға қуана келгенін, бірақ жолда шаршағанын айтты. Түні бойы жол жүрдім, ұйықтаған жоқпын. Оның үстіне жолдар білесіздер, мынандай секіріп жүресің. Ол енді бастықтардың құлағына алтын сырға. Жөндеу керек қой жолды. Мен анда-санда бір келем. Ең біріншіден ол жолмен жүретін сіздер ғой. Сондықтан келешекте бәрі жақсы болады деп сенемін, дейді Роза Рымбаева. 24 тамызда Кеншілер күнін аталып өтті. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.